Мен таңертең оянғанда және жатар алдында осы күнделігімді толтырам және екі нәрсе жазамын. Біріншісі ол шүкіршілік. Мен риза болған three things I'm grateful for. Шүкіршілік айтуға болатын үш нәрсе. Және екіншісі ол үш болған жақсы нәрсе. Кез келген, кеше болған, бүгін таңерте болған, жалпы жақсы нәрсе сіздің өміріңізде. Прайминг деген нәрсе бар. Ол деген миымызды бір нәрсеге дайындау. Егер сіз таңертең ояна салып, мысалы WhatsApp-қа кіріп, жұмыс, біреумен ұрысып жатсыз, мәселелерге кірсеңіз, сіз өз миыңызды күні бойы осындай мәселелерді іздеуге прайминг жасайсыз, яғни дайындайсыз. Және керісінше, таңертең жақсы нәрселерді ойласаңыз, күні бойы сол жақсы нәрселерді байқай өтесіз. Бұл деген бір рет істеп болды. Бір күннің ішінде өміріңізді өзгертетін нәрсе емес, бірақ тұрақты істесеңіз, күшті өзгеріс байқайсыз. Менің байқап жатқаным, мен біраз болып осыны істеп келе жатқаныма, білмеймін, бір айдан асқан шығар. Және ақырындап бір ішкі, білесіздер ме, стержень дейді ғой, бір позитивқа толы көзқарас пайда болып жатыр. Жаман нәрселерге азырақ көңіл бөлесің, жақсы нәрселерді көбірек бағалай бастайсың. Сіздерге де соны тілеймін.